Келесі 2-де 4-ші есебіміз. Біріншісін шығарайық. Минус 5х, х қосылған 6 тең 4, х минус 3 азайтылған 10. Енді жақшаның ішін ашып алайық. Минус 5х-тің квадраты болады. Азайтылған болады 30х. Тең 4х минус 12 азайтылған 10. Енді теңдіктің сол жағына өткізейік. Минус 5х-тің квадраты азайтылған 30х. Так, минус 4х. Екеуін қоссақ минус 22 болады. Теңдіктің мына жағына плюс 22 тең 0-ге болады. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Минус 5х-тің квадраты минус 34х қосылған 22 тең 0-ге. Х квадраттың алдында минус бар, сондықтан да минус 1-ге көбейтіп жіберейік. Сонда 5х-тің квадраты қосылған 34х минус 22 тең 0-ге болады екен. Келесі екіншісін шығарайық. Так, х минус 8, 2х қосылған 3 тең 3х минус 5. Екінші жақшамыз х қосылған 4. Так, жақшаны ашып шығайық. Сонда 2х-тің квадраты минус 16х қосылған 3х минус 24. Тең келесі екінші жақшаны ашып шығайық. Х пен ашсақ 3х-тің квадраты минус 5х қосылған 12х минус 20. Енді теңдіктің сол жағына өткізейік. Өткізгенде, так, 2х-тің квадратын өзін жазып қоям. Екеуін азайтатын болсақ, минус 13х минус 24. 3х-тің квадратын теңдіктің сол жағына өткізіп жібереміз. Қосатын болсақ 7х болады, теңдіктің мына жағына минус болып өтеді. Минус ет плюс болып 20 өтеді екен, тең 0-ге. Енді осы жерде ұқсас мүшелерді біріктіреміз. 2х-тің квадраттан азайтамыз 3х-тің квадратын, сонда минус х-тің квадраты болады. Так, азайтатын болсақ 20х болады, минус 20х, одан кейінгісі минус 4 болады, тең 0-де. х-тің квадратын алдында минус бар, сондықтан да минус 1-ге көбейтіп жібереміз. Сонда х квадрат қосылған 20х азайтылған ет плюсқа айналады 4 тең 0 болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. Х азайтылған 3, 3х қосылған 9 тең х азайтылған 8, х қосылған 9. Жақшаның ішін ашып шығамыз. Сонда 3 пен ашатын болса, 3х-тің квадраты азайтылған 9х қосылған 9х минус 27 тең. Енді х пен ашып шығамыз. Х-тің квадраты минус 8х. Енді 9 пен ашатын болса, плюс 9х минус, так, көбейтіндісі 72 тең. Енді теңдіктің сол жағына өткізейік. Мына жерде бірі минус, бірі плюс болғандықтан қысқарып кетті. Сонда 3х-тің квадраты, так, мынаның нәтижесі х-тің өзіне тең болады. Плюс х, неға минус х болып өтеді. Енді минус 27, так, х-тің квадраты бар екен ғой бізде. Х-тің квадраты қосылған минус х болады, одан кейін бар. Енді минус 27 плюс 72 тең 0-ге деп тағы бір жинақтасақ болады екен. Сонда 2х-тің квадраты
минус x мынаның нәтижесі тең болады бізде 45-ке. Мұнда плюс 45-ке тең болады екен. Мұнда тең 0-ге болады. Келесі төртіншісін шығарайық. Y азайтылған 7. Екінші шарада 7y қосылған 49. Тең y қосылған 8. Екінші шақшамыз y азайтылған 7. Жақшаны ашайық. Сонда 7y пен ашатын болсақ, 7y-тің квадраты қосылған 49y минус 49y болады, азайтылған 343. Тең екінші шақшаны ашамыз. Ол y-тің квадраты азайтылған 7y қосылған 8y азайтылған 56 болады. Енді ұқсас мүше болғандықтан қысқарып кетеді. 7y-тің квадратынан азайтамыз y квадрат, сонда 6y-тің квадраты болады. Одан кейін минус 7y-ке қосамыз 8y-ті, ол y болады. Теңдіктің сол жағына минус y болып өтеді. Енді минус 343-ке қосамыз 56-ның, оның нәтижесі минус 287-ге тең болады. Тең 0-мен есебіміз аяқталады екен. Келесі 2-де 5-ші есебіміз. Біріншісін шығарайық. X-тің квадраты тең 64-ке. Яғни X-тің орнына қандай санды қойсақ, яғни квадраттасақ, ол санды 64-ке тең. Сонда X-тің орнына біз қоямыз плюс және минус 8-ді. Яғни плюс және минус 8-дің квадраты 64-ке тең екен. Келесі екінші y квадрат тең 0,109. Яғни y-тің орнына қандай санды қойсақ, 0,109-ға тең болады. Яғни квадраты ол бізде плюс және минус 0,13 санының квадраты 0,109-ға тең болады екен. Келесі үшіншісі 3x-тің квадраты тең 48-ге. Яғни x квадрат тең 48 бөлінген 3 деп аламыз. Сонда x квадрат тең бізде 16-ға. Сонда x-тің орнына қандай санды қойсақ, қойып квадраттасақ 16-ға тең болады. Ол бізде плюс және минус 4 санын қойсақ болады екен. Келесі төртінші есебін шығарайық. X квадрат тең 3-ке. Яғни x-тің орнына қандай санды квадраттасақ 3-ке тең болады. Ол бізде плюс минус түбір асты 3-ті қойсақ болады. Яғни түбірмен квадрат жойылып кетеді де 3-ке тең болады екен. Келесі бесіншісі y квадрат минус 10 тең 39-ға. Так, y квадраттың өзін жазалайын. Тең 39 қосылған 10 болады. Сонда y квадрат тең 49-ға. Y-тің орнына қандай санды қойсақ, және оны квадраттасақ 49-ға тең. Ол бізде плюс минус 7 санын қойсақ болады екен. Келесі алтыншы есебін шығарайық. X квадрат қосылған 5 тең 30. X квадрат тең 30 азайтылған 5 деп аламыз. Сонда x квадрат тең болады 25-ке. Яғни x-тің орнына қандай санды қойып квадраттасақ 25-ке тең болады. Ол бізде плюс минус 5 саны болады екен. Келесі жетіншісін шығарайық. 5-тінің квадраты азайтылған 3 тең 77-ге. 5-тінің квадраты тең 77 қосылған 3 болады. Сонда тының квадраты тең 80-ге тең болады. 80-ді бөлеміз 5-ке деп аламыз. Сонда тының квадраты тең болады бізде 16-ға. Яғни тының орнына қандай санды қойып квадратсақ 16 шығады. Ол бізде
плюс минус 4 саны болады екен. Келесі 8-ші есебіміз. 2-ден 1 x-тің квадраты тең 9-дан 8. Так, x-тің квадраты тең 9-дан 8 бөлінген 2-ден 1 болады. Сонда, так, x-тің квадраты тең 9-дан 8 көбейтілген 2 бөліміне 1 түсіріп жібереміз. Сонда 9-дан 16-ға тең болады. Яғни x-тің орнына қандай санды қойсақ, және оны квадраттассақ, 9-дан 16 шығады. Ол бізде 3-тен 4 деген сан. Яғни ол плюс минус болады екен. Сонымен есебіміз аяқталады.